Жамбыл Жабаев қазақ халқының әйгілі тұлғасы, 20 ғасырдың көмері, өлең сөздің дүлдүлі, жырау жыршы. Ол Жамбыл облысындағы Жамбыл тауының етегінде дүниеге келген. Ұлы жүз Шапраш тайпасының ішінде Екей руы. Жамбылдың ақындық дарыны жас кезінен ақ таныла бастаған. Ол бозбала шағының өзінде-ақ өскен ортасын ән мен жырға кенелтіп, тіптен көршілес қырғыз еліне де даңқы жайылып үлгерген. Осы кезде өрттей жалындап жұрт аузына іліккен жас Жамбыл Жетісудың дүлдүл ақыны Сүйінбайға жолығып, оның арқалы өнеріне қонуға ден қойып батасын алады. Мұнан әрі жал-құйрығы сүзілген жүйріктей арындап, сол кездегі Айкүміс, Бақтыбай, Сары, Сарбас, Тосмағанбет, Шашубай, Құланаян, Құлманбет сияқты ақындықтың жылжыған жорға, жылмиған жүйріктермен айтысқа түскен Жамбыл ұдайы шоқтығын асырып отырған. Бұлар ғана емес, қырғыздың Балық, Тыныбек, Қалығұл, Найманбай, Қатаған, Арыстанбек, Сағынбек сияқты ақын жырау манасшылармен өнер өрлестіріп, қырғыздың көл-көсір поэзиясына тағылым-алады. Ақындық өнерін одан әрі шыңдай түседі. Жамбыл енді ақындық суырып салмалық өнеріне қоса, Көрғұлы, Шахмардан сияқты жырдастандарды аптала байлап жырлап, ақындық жыраулық өнерін соны қырымен таныта бастайды. Жамбылдың ақын жырау ретінде қалыптаса бастаған кезі Ресей отаршылдары бір жағынан, Қоқан хандығы екінші жағынан, жергілікті жандайшаптар үшінші жағынан қазақ халқын әлеуметтік саяси қыспаққа алған шақ еді. Жаны сергек, санасы өрелі Жамбыл өзінің шағын, жылқышы Жәбденге, сәт сайланарда, Өстепкіде, патша әмірі тарылды, зілді бұйрық сияқты өлеңдерінде елдің әлеуметтік саяси өмірін ақындық шыншылдықпен, азаматтық жауапкершілікпен бедерлейді. Жамбыл Қазан төңкерісінен кейінгі елдің саяси әлеуметтік өміріндегі тарихи өзгерістерге үлкен үмітпен ден қояды. Оның «Туған елім» атты толғауы 1936 жылы жарық көріп, онан соң орыс тіліне аударылған нұсқасы Правда газетінде жарияланып, қарт ақынның даңқы бүкіл әлемге жайылды. Халқына қадір артып даңқ өрлеген Жамбыл шабыт тұғырына қонған Алатаудың ақ иық қыранындай жыр нөсерін селдетеді. Оның 1936-45 жылдар аралығында шығарған жырлары 13 мың тармақтан асады екен. Ол ел өміріндегі табыс пен жаңғыруларды, жеңіс пен ерлік істерді ерекше шабытпен жырлайды. Шағын жұрт толғаулары арқылы ғана емес, оның қарт көкірегінен Өтеген батыр, Сұраншы батыр сияқты эпикалық туындылар қайта жаңғырып ақтарылады. Жамбыл әрі эпик, әрі айтыс ақыны, абыз жырау, әрі жауынгер жыршы. Ол шын мағынасындағы биік, парасатты өнерпаз, азаматтық саяси поэзияны қалыптастырушы. Жамбылдың ұлылығы оның тек ақындық шеберлігімен ғана емес, сонымен бірге халық поэзиясының бұтақ жайған жаңа бір бәйтерегі болуымен, басқаша айтқанда халық ақындарының жасампаздық рухтағы жаңа ұлы көшін бастаған даралығымен де өлшенеді. Оның сөздері ұранға айналып, өзі халық поэзиясының атасы аталды. Ол жыраулардың байтақ эпикалық дәстүрін, қазақ сөз өнеріндегі ғажайып импровизациялық үрдісті бүтіндей жаңа арнаға бұрып, оған жаңа мазмұн дарытты. Жамбыл ізгілік жолындағы азатшыл азаматты нәсіліне, ұлтына бөлмеген шын мәніндегі интернационалист ақын. Жамбыл жырлары теңіз түбінде шашылып жатқан маржан секілді. Оны жинап алып халқының қолына беру біздің әрқайсымыздың азаматтық борышымыз деп айтқан екен Сәкен Сейфуллин. Жамбыл жырдың толассыз бұлағы, өшпес өнегесі, тозбайтын асылы. Ол жасампаз ұрпақпен сырласындай, қимасындай мәңгі бірге жасай береді. Жамбылдың қанатты шабытпен дүниеге келген шығармалары әлемнің ондаған тіліне аударылып, дүние жүзіне тарады. Жамбыл көзінің тірісінде КСРО мемлекеттік сыйлығының лауреат атағын алып, өзінің де халқының да даңқын дүйім дүниеге паш етті. Жамбыл бейнесі қазақ өнерінің барлық түрінде, барша жанрында шабытпен бедерленіп, ұлттың рухы, биік ұлы тұлғасы екенін әйгіледі. 1945 жылы 22 маусымда Жамбыл дүние салды. 1946 жылы ақпанда Қазақстан жұртшылығы даңқты ақынның 100 жылдығын салтанатпен атап өтті. Мерейтойына қарай ақынның таңдамалы шығармаларының академиялық жинағы орыс және қазақ тілінде басылып шықты. Жамбыл Жабаев 10 жасынан бастап қолына домбыра алып өлең шығара бастаған.
ақынның соғыс жылдары отан қорғау тақырыбына арнап шығарған жырларының жалпы көлемі 3000 жолдан асады. Жамбыл хат танымағандықтан оның әдеби хатшылары болған: Әбділда Тәжібаев, Қапан Сатыбалдин, Қалмұқан Әбдіқадыров, Ғали Орманов, Тайыр Жаруков, Мұхтар Әуезов, Сәбит Мұқановтар кезекпен келіп бірге жұмыс істеген. 1913 жылы Романовтар әулеті 300 жылдық мерейтойын атап өтеді. Бұл тойға жетісу ақын жазушыларын Жамбыл атамыз бастап барады. Сол кезде Жамбыл 67 жасында тұңғыш рет фотода суретке түседі.